Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен мынандай бір сіз деңгейінің есебін шығаратын боламыз оқушылар. Енді берілген өрнектің мәнін табыңыз дейді. Жауаптардың барлығы бүтін санмен тұр екен. Демек, бұны бір ықшамдайтын бір оңай жол болу керек қой. Жалпы оқушылар мынандай бір жолдан бастап көрейік. Жалпы мына өрнектің барлығын осы 3 дәрежелі түбір астында түбір асты 5 қосылған 2 қосылған 3 дәрежелі 2 азайтылған түбір асты 5 деген жалпы осы өрнектің барлығын аға теңестіріп алсам бола ма оқушылар? Аға теңестіріп алсам болады. Енді мынау түбірдің индексі, яғни түбірдің дәрежесі 3 болып тұр. Демек, мен екі жағын кубтап жіберсем қалай? Ана 3 дәрежелі түбірден құтылу үшін, иә? Енді оқушылар қараңыздар, менде x плюс y-тің кубының формуласы қандай еді? X куб қосылған 3x квадрат y қосылған 3xy квадрат қосылған y куб. Демек, мына оң жағында кубтап жіберем, оны теңестіремін, сол жағында кубтап жібереді екен. Енді қарайық, мынау бірінші формула қандай? X куб болып ашылады. Бірінші x куб. Демек, мынаның кубы қалай болады оқушылар? Мына 3 дәрежелі түбір асты 5 қосылған 2-ның кубы, ана кубы, ол деп отқаның сыртында түбірден құтыласың да, так аспай жаза берейік. 3 дәрежелі түбір асты 5 қосылған 2-ның осының жалпы кубы, мына а куб. Қосу 3, мына 3 а квадрат ба, иә, мына 3x квадрат y, ол 3 көбейтілген 3 дәрежелі мына өрнектің квадраты, иә, түбір астында 5 қосылған 2-ның квадраты көбейтілген b, көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында 2 азайтылған түбір асты 5. Енді қосылған, міне, енді 3xy квадратқа келдік. Ол 3 көбейтілген x деп отқан мына өрнек, ол 3 дәрежелі түбір асты 5 қосылған 2 көбейту 3 дәрежелі түбір астында 2 азайтылған түбір асты 5-тің мына квадраты енді. Тең қосылған, енді мынаның кубына кезек келді оқушылар. Ол 3 дәрежелі түбір астында 2 азайтылған түбір асты 5-тің кубы болады екен. Міне ашылу сәл ұзақтау, бірақ нормально, кәдімгі формуламен ашыла береді. Ол тең аның кубына. Так, енді мына куб пен мына куб қысқарады, түбірмен қоса қысқарып кетеді. Мына куб пен мына кубын қысқарады, 3 дәрежелі түбірің. Сонда бізде қалғаны мынандай нәрсе қалып тұр. Түбір астында 5 қосылған 2. Түбір астында 5 қосылған 2 қосасың. Енді мынау 3 көбейтілген, міне 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында. Так, оқушылар, енді ана ашай қал. Түбір асты 5 қосылған 2-ның квадратын бірден ашасаң қалай болады ол оқушылар? Түбір астында 5-тің квадраты 5, қосылған 4 түбір асты 5 қосылған 4, ол жалпы 9 қосылған 4 түбір асты 5 болады екен. Енді оны бірден көбейтейік мынаған, екен бір түбірге бірден көбейте салайын, созбай-ақ. 2 азайтылған түбір асты 5. Так, оған қосасың енді келесі мынау, 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында түбір асты 5 қосылған 2-ні көбейтесің енді мынаның квадратына. Так, бұның квадратын бірден ашылатын болса оқушылар, 9 азайтылған 4 түбір асты 5 болады екен. 9 азайтылған 4 түбір асты 5. Оған қосасың, мына куб пен куб қысқарып кетті, жаңа 2 азайтылған түбір асты 5 қалды. Ол тең аның кубына. Сонда мына түбір асты 5 пен минус түбір асты 5 қысқарады. 2 мен мына 2-ң бір-біріне қосатын болса 4. 4-ке қосасың. Так, мына жақша болады, 4-ке қосасың. 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында. Енді мына жақшаның түбірдің ішін ықшамдап көрейін. 9-ды 2-ге көбейтесің 18. 9-ды түбір асты 5-ке көбейтетін болсаң азайтылған 9 түбір асты 5. 4 түбір асты 5-ті 2-ге көбейтетін болсаң қосылған 8 түбір асты 5. 4 түбір асты 5-ті минус түбір асты 5-ке көбейтетін болсаң азайтылған 20 екен оқушылар, дұрыс па? Так, оған қосасың 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында. Так, түбір асты 5-ті 9-ға көбейтетін болсаң 9 түбір асты 5. Түбір асты 5-ті азайтылған 4 түбір асты 5-ке көбейтетін болсаң азайтылған 20. 2-ні 9-ға көбейтетін болсаң қосылған 18. 2-ні 4 түбір асты 5-ке көбейтетін болсаң азайтылған 8 түбір асты 5 бола ма? Аха, осындай болады екен, Оған қоса, так, ол тең аның кубына болды. Жаңа мына 2 мен
мына екіні бір-біріне уже қосып қойдым, ол 4 болып кетті. Так, енді 4-ке қосасың. 4-ті мына жаққа давайте минус қылып жіберсең, оңға қарай. Сонда 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында. Мына түбірдің ішін ықшамдап көрейік. Так, 18 азайтылған 20, ол минус 2 бола ма? Минус 2. Азайтылған түбір асты 5, қосылған 8 түбір асты 5, ол минус түбір асты 5 болады екен. Так, қосасың 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында. 9 түбір асты 5, азайтылған 8 түбір асты 5, ол түбір асты 5. Азайтылған 20, қосылған 18, ол минус 2 болады екен. Ол тең аның кубы азайтылған 4-ке. Жаңа мына 4-ті оңға қарай жібердік. Енді, так, оқшылар қараңыздар, мынаның да алды минус, мынаның да алды минус. Екеуі бірдей болып тұрмасында оқшылар? Екеуінде де минус бар ма? Минусты алдынан шығарсам бола ма? Сонда мына минус 3 болып кетеді. 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында 2 қосылған түбір асты 5. Так, енді мынаны қараңыздар, оқшылар, енді қараңыздар. Мынаған келе жатыр ма? Мынау жемендеп, мынау. Ана берілген мынаған келе жатыр ма? Ұқсады ма? Ұқсады. Келесі, мына түбір асты 5 минус 2 болып тұр екен, бірақ мына жерде 2 минус түбір асты 5 болып тұр. Демек, бұның минусын сыртқа шығарсам бола ма? Мына 3 дәрежесі тақ, демек болады. Азайтылған 3 көбейтілген енді 3 дәрежелі түбір астында. Жақшаң іші кімге айналып кетті оқшылар? Түбір асты 5 минус 2-ның минусын сыртқа шығарып жіберетін болсам, ол 2 азайтылған түбір асты 5 болды. Мұны көрдіңіздер ме? Мынаған ұқсады, иә? Так, ол тең болады аның кубы азайтылған 4-ке. Өзі ұзақ есеп оқшылар осындай. Так, енді минус 3 ортақ па екеуіне? Мынада минус бар, мынада да минус бар. Демек, минус сыртқа шығаратын болсам, минус 3. Жақшаның ішінде кім қалады? 3 дәрежелі түбір астында 2 қосылған түбір асты 5. Оны қосу 3 дәрежелі түбір астында 2 азайтылған түбір асты 5 екен. Ол тең аның кубы азайтылған 4. Так, оқшылар, енді мына минус 3-ті. Так, мына минус 3-ті. Оқшылар, енді қараңыздар, бізде мына нәрсе бар ма? Жаңа мынаны басында, мынаны кім деп алып едім мен? А деп алып едім ғой басында, естеріңізде ма? Мына нәрсені мен общий аға теңестіріп едім ғой. Демек, мынау минус 3а, мынау а, тең болады аның кубы азайтылған 4. Мына 3а мына жаққа жіберетін болсақ плюс қылып, сонда аның кубы плюс 3а азайтылған 4 тең 0 деген теңдеу пайда болады екен оқшылар. Енді бұны тағы да шешіп көрейік. Так, бұны шешіп көрейік. Оны яққа шешіп көрейін, ә? Оқшылар, енді кубтық теңдеуді қалай шығарамыз? Кубтық теңдеуді қалай шығарамыз? Бірінші, давайте, орнына бірінші оқшылар қараңыздар, сан беремін, бірақ кез келген санды бере бермеймін. Мына 4-ке бөлінетін сандарды берейін. Давайте, 1-ді берсем бола ма? 1-ді қойып көріңізші. Мына жаққа 1-ді қойсақ, так, мына жаққа 1-ді қойсақ, демек болады екен. Сонда а тең 1 болып тұр ғой. А тең 1 болып тұр. Енді мына а тең 1 мына жаққа минус қойып өтетін болсам, а минус 1 тең 0 ма? Демек, мына көпмүшең, мына функцияң, иә, аның кубы қосылған 3а азайтылған 4 деген өрнегің бөлініп тұр а минус 1-ге. Оқшылар, дұрыс па? Мен де безу әдісімен бөлесем. Так, а квадраттан берейін бірінші. Сонда азайтылған а куб азайтылған а квадрат. Мына екеуі ұқсарып кететін болса, сонда мынау плюс а квадрат қосылған 3а минус 4. Енді кімнен берем оқшылар? Енді қосылған адан берем. Сонда азайтам а квадрат азайтылған а. Так, бұл сонда 4а болады. Азайтылған 4 қалады. Демек, енді қосылған 4-тен беретін болсам, азайтылған 4а, азайтылған 4, ол тең 0 болады 2. Мына минус ортаға болды. Демек, мына бір өрнекті, кіммен кімнің көбейтіндісі ретінде алсам болады? А минус 1 мен а квадрат қосылған а плюс 4-тің көбейтіндісі ретінде алсам болады екен. А минус 1 көбейтілген а квадрат қосылған а плюс 4 тең 0. Сонда мынау бойынша а тең 0 болады, а тең 1 болады, мынау бойынша. Ал мынаны 0-ге теңестіретін болсақ, а квадрат қосылған а қосылған 4 тең 0 болатын болса, демек, бұның дискриминант 0-ден кішкентай болады, ал оның түбірі болмайды екен. Яғни менің а деген жаңағы сұрап тұрған сұрағым жауабы 1 болады екен. Жауап сонда 1 а варианты болады екен. Оқшылар, осындай есептер көріліңіз келсе, бұйырса каналдан ажырап қалмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.